Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге өзімнің химия сабағында қолданылған керемет әдіс тәсілдерді ұсынғым келіп отыр. Бұл жерде сабақта, қарапайым сабақта, семинар сабақта, апталықтарыңызда да қолдансаңыздар өте тиімді болар еді. Оқушыларды топқа бөліп, бірінші топқа қышқылдар, екінші топқа оксидтердің формуласын, тұздардың формуласын беру арқылы сіз әр топты тез бағалап ала аласыз. Бұл жердегі тапсырмаларды алдын ала өзіңіз параққа шығарып алып келесіз, қиясыз. Содан оқушылар әр формуланың тұсына аттарын жапсырады. Қай формуланың аты қандай, соны өздері сәйкестендіріп шығады. Сізге өзіңіз бағалау арқылы тексерсеңіз болады, немесе жаңағы топтарды бір-біріне беру арқылы бағаласаңыз өте тиімді әдіс тәсілдер екен. Әрі оқушының ойлау қабілетін, есте сақтау қабілетін арттырады. Бұл жерде сіздер видеоны толық көріп шықсаңыздар, осы тапсырмаларды электронды түрде менен ала аласыздар. Келесі тапсырманың бағалаудың түрін көрсеткім келіп отыр. Бұл жерде жаңағы ламинаттап шығарып қойсаңыз, мына осы колбаның ішіне элементтер байқап тұрсыздар, элементтердің түсі бос тұр. Бұл жерде мысалы әр тапсырманы орындаған кезде бала қанша бал алады, сол балды қасына жаңағы птичка қойып отырады. Мысалға, ол 4 бал алатын болса, 4-ші реттік нөмірде бізде қандай элемент тұр? Бериллий тұр ма? Бериллийдің қасына өзіне птичка ұрып қояды. Немесе жаңа литий 3-ші реттік нөмірде тұр, 3 бал алатын болса, литийдің қасына өзіне белгі қойып қояды. Демек, бұл да өте қызықты әрі ұтымды әдіс тәсілдердің бірі. Бұны қайтадан жаңағы маркермен жазылған жерлерді өшіріп, басқа да сыныптарға қолдана беруге өте тиімді. Ламинаттап қойсаңыз болғаны. Келесі бізде бағалау парақшалары. Бағалау парақшаларында сіздер өздеріңіз көріп тұрғандай колбалардың суреттері тұр. Оны әр топқа, мысалы бір топта 5 оқушыдан отыратын болса, әр топқа бір-бір осындай бағалау парақшасын шығарып қоясыз. Әр колбаға оқушы өздерінің аттарын, есімдерін жазып қояды. Содан астында көріп тұрғандай таяқшада әр түрлі элементтер жазу арқылы, ол элементті жаңағы қандай топтың элементі, реттік нөмірі қанша. Мысалға, сіз 10 бал қоятын болсаңыз, сол 10-ші реттік нөмірдегі элемент таяқшасын бересіз. 8 бал қойғыңыз келсе, 8-ші реттік нөмірде тұрған элементті ұсынасыз оқушыға. Бұл да өте тиімді әдіс тәсілдердің бірі. Жаңағы әр оқушы өзінің жинаған балын, жаңағы өзінің аты жазылған колбалардың ішіне салып қояды. Сабақтың соңында оқушылар өзінің қанша бал жинағанын біліп отырады. Келесі бізде білім поштасы. Білім поштасын бұны оқушылар үй тапсырмасын сұрауға, немесе қорытындылауға пайдалансаңыз өте тиімді. Кәнекей балдар, білім поштасынан хат алайықшы. Хат алмағалы біраз уақыт болыпты деген сияқты әдемі сөздермен келістіріп, сіз өзіңіздің білім поштасының ішіне карточкалар салып, соған тапсырмалар жасап қойсаңыз өте тиімді әдіс тәсілдер екен. Енді осы нұсқаларды электронды түрде оксидтердің, қышқылдардың электронды түрін алғыңыз келсе, астына шарттарын қалдырамын. Тыңдағандарыңызға рахмет.